Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы да ерекше, оп-оңай әрі дәмі ерекше дәмді, сырты күтірлеп, іші жұмсақ болып шығатын ерекше самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір таза ыдысқа жылы сүт, жылы су, сұйық май, ашытқы және тұзды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір етіп жақсылап араластырып алғаннан соң ұнымызды 2-3-ке бөле отыра салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, барлық заттың мөлшерін төменде описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Бізде осындай жұмсақтықтағы керемет қамыр шығады. Қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Арада 20 минут өткеннен соң жақсылап иін қандырып, тағы бір жақсылап илеп жіберіп, қамырымызды теңде 2-ге бөлеміз. Қаласаңыздар 4-ге 6-ға бөліп жасасаңыздар да болады. Мен асығыс болғандықтан тек 2-ге бөліп жасадым. Қамырды жаю үшін 3 ас қасық ұнға 3 ас қасық крахмалды араластырып қоямыз. Осымен біз осы ұнмен қамыр жаятын боламыз. Салмасына бізге тартылған ет, 4 етіп туралған картоп, пияз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кориандр қостым. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде осымен салмасы дайын. Ендігі кезекте қанып тұрған қамырымызды жаңағы крахмал қосылған ұнымызбен жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Барынша қамырды жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Қамыр қанып тұрғандықтан жаюға өте икемді, керемет жайылатын болады. Құрметті менің оқырмандарым, жаңадан келген көрермен болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шығатын әрбір рецептіні бірінші болып қарайтын боласыз. Мінекей достар, мен қамырымды жұқа етіп жайып алдым. Енді кезекте бізге осылай бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сармай қажет болады. Сармайдың проценті 82,5%-тен жоғары болғаны жақсы. Енді осы сармаймызды қамырының үстіне салып, бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп, жайып шығатын боламыз. Достар, 2 қамырды да бірден жайып алғандарыңыз дұрыс. Екінші қамырды шетке ала тұрасыздар да, біреуіне жақ болғаннан соң екіншісін бірден үстіне қойып, оның үстіне де сармай жағып, қамырымызды шетінен бастап, дәл үрлет секілді орап аласыздар. Арасында ешқандай ауа қалмайтындай жақсылап, тығыздап орап шығамыз. Содан соң бір-біріне кері айналдырып, қамырымызды орап, целлофанға салып, қамырымызды кем дегенде 1-2 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Менің қамырым 1 сағат мұздатқышта тұрды. Қараңыздар, осылай кішкене қатады. Енді қамырымызды дәл видеодағыдай ірі-ірі етіп, осылай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Енді достар, қараңыздар, бұл қамырды жаймаймыз. Дәл видеодағыдай ортасынан басып, ортасын үлкейтіп, жұқартып, арасын осылай ашып аламыз. Барынша жұқартып, әдемілеп, сыртындағы қатпарын кетіріп алмай жасаңыздар. Енді осының арасынан қазір салмасын салып, қамырымызды түйетін боламыз. Бұл самсаның ерекшелігі де осында. Ерекше жасалады, түйіледі және ерекше қатпарлы болып шығады. Салмасын салып болғаннан соң астын жақсылап осылай түйіп аламыз. Беті осылай қатпарлы болып тұрады. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші рет қайта көрсетейін. Өте оңай жасалады. Ешқандай ұн пайдаланбайсыздар. Жай ғана қолыңызбен осылай ортасынан басып, дәл ортасын кеңейтіп, шұңғыл тесік жасап аласыздар. Енді арасына салмасын салып, астын жақсылап жабыстырамыз да. Міндетті түрде астын осылай жақсылап, қысып жабыстырыңыздар. Ішіндегі сөлі ағып кетпейтіндей болсын самсаның. Содан соң жан-жағын әдемілеп тегістеп жібереміз де, қараңыздар, самсамыздың беті осылай қатпарлы болып, әдемі болып тұрады. Енді самсаның бетіне ешқандай да жұмыртқаның сарыуызы, жұмыртқа жақпаймыз, ешнәрсе жақпаймыз. Жай ғана шет-шетін осылай күнжутқа аунатып аламыз да. Самсаларымыздың барлығын пергамент қағаз төселген формаға орналастырып, алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз.
Мінекей достар, қараңыздар, менің самсаларым өте әдемі болып, керемет болып пісіп шықты. Өте қатпарлы, іші жұмсақ, сырты күтірлеп тұрады. Дәмі де ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Назар қойып рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецепті ұнаса міндетті түрде каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Ол менің каналымның дамуына үлкен септігін тигізеді. Рахмет.